Кәнеке кіріңдер. Менің ойымша жаман емес мектеп сияқты ғой. Бірақ неге бұл мектептің суретінің астына барлығы бұл мектепке өлсем де бармаспын деп айтып кеткен? Білмеймін. Менің ойымша жаман емес сияқты ғой. Қайдан білейін? Бәлкім солай өтірік айтып жатқан шығар. Ал достар, сіздерге айтқан мектебіміз осы. Біз сіздерге келеміз дедік пе? Міне келдік. Сөзімді орындадым достар. Енді менен мектеп жайлы суреттер мен видеолар күтіңдер. Сен де бір камераңды тастамайды екенсің, мектепке келіп тұрсың ғой. Сонда да сені бәрібір камерамен мектепке кіргізбейді. Жарайды, қоңырауды түсіріп алармын. Енді мен оқырмандарыма қалай ештеңе айтпай жүре алам? Мен өзімнің оқырмандарымды жақсы көрем. Олар мені әрқашан қолдайды. Менің видеоларыма лүпіл басады. Арнама тіркеледі. Бұндай оқырмандарға қалай видео түсірмеуге болады? Сонымен қанекей кеттік. Достар, қараңыздар. Мына жерде ұлдарға арналған шкафтар бар екен. Іштерінде түк жоқ. Бәлкім бізге осылай дайындап қойған шығар. Қараңыздар, достар, бірақ та бұл мектепке ешкімнің де келгісі келмейді екен, оқығысы да келмейді екен. Бірақ бұл мектептегі оқушылар осы мектепті жақсы көреді екен. Сонда кім өтірік айтып жатыр, кім шын айтып жатыр, әлі ешкімге белгісіз. Енді көреміз. Қанекей кеттік. Достар, негізі бұл мектептің бірінші жағы жақсы болған еді. Бірақ та әжетханалары онша емес екен. Бәлкім әжетханаларын әлі дұрыс жасамаған шығар. Солай шығар. Мына жақ деген бір түрлі ғой. Кетейікші. Жақсы. Біздің сынып қай жақта екен? Менің ойымша тым жақсы мектеп сияқты. Иә. Оқушылары да жақсы сияқты. Бірақ неге сыныптарының іші бір түрлі? Біздің бұрынғы оқыған мектебімізде сыныптардың іші жап-жарық болып тұратын. Әрбір жерде кітаптар тұратын. Ал мына жақта суреттерден басқа ештеңе жоқ. Иә, шынымен де бір түрлі екен. Достар, қараңыздар. Негізі бұл мектеп бізге қызық көрініп жатыр. Менімен бірге болыңыздар, бәрін айтып беріп отырам. Мұғалім әлі келмеген сияқты ғой. Онда осында отыра берейік. Неге бәрі бізге қарап отыр? Білмеймін. Енді бізді танымағаннан кейін білмей отырған шығар. Сәлем, біз сендердің жаңа сыныптастарыңбыз. Осы мектепке жаңадан келдік. Менің есімім... Бұлар бізді жақтырып отырған жоқ сияқты ғой. Бәрінің түрлері бір түрлі. Таныстырсаңшы енді. Менің есімім Дана. Танысқаныма қуаныштымын. Я, менің есімім Лия. Мен де қуаныштымын. Мыналар өзі сөйлей ме? Білмеймін ғой. Сәлеметсіңдер ме? Сәлеметсіз бе, мұғалім? Сәлеметсіз бе? Енді сабағымызды бастаймыз. Бізді таныстырмай ма? Біз жайлы тіпті сұраған жоқ қой. Достар, бір қызық жағдай орын алды. Мұғалім сыныпқа келді, бірақ бізді сұраған жоқ. Бізді таныстырмады да. Өте қызық жағдай екен. Менімен бірге болыңыздар. Соңында не болатынын көреміз. Бұл кім тағы сөйлеп отырған? Ана жігіт. Мен... Сен немене? Камераға түсіріп отырсың ба? Жоқ. Мен жай бұл... Менің айтқым келгені... Сен біздің мектептің ережесін бұзып отырсың.
Әкел. Жоқ, өтініш беріңізші, енді қайталанбайды. Бұл менің ең бағалы затым еді. Өтініш тиіспей қойыңызшы. Егер де екінші бұл камераны ұстағанымды көрсем, мәңгілікке қоштаса бер. Тұрған орныңнан. Кешіріңіз, мен білмей қалдым. Ана жерге бар. Сабақ біткенше сол жерде тұрасың. Ұқтың ба? Және мына камераңды 2 күннен кейін аласың. Немене? Жоқ, енді қайталанбайды. Тым болмаса, осы сабақ біткенге дейін, одан кейін қайтып алайыншы өтініш. Мен саған жоқ дедім бе? Болды. Мұғалімге қарсы шықпа. Қарсы шықпа мұғалімге. Не болып кетті? Білмеймін. Бұл мектептің тәртібі сондай сияқты. Сонда мен камерамды 2 күн бойы алмайым ба? Оқырмандарыма не деп жауап берем? Мен енді оларға қалай видео жүктеймін? Айттым ғой мен саған. Айтқанды тыңдамайсың, я? Енді 2 күннен кейін аласың. Қане енді тыныш тұр. Қап, үндемей отыруым керек еді. Енді сөйлесеңдер барлығын тұрып тұрасыңдар. Енді тақтаға шығамыз. Мен шықсам бола ма? Менің рұқсатымсыз сөйлеуге болмайды. Мен саған сөйле деген жоқпын. Шықпайсың. Не сен шық. Дұрыс емес, отыр. Мен әлі ештеңе жазбадым ғой. Отыр дедім саған. Мұғалімге қарсы шықпа. Мұғалімге қарсы шықпа. Үзіліс уақыты болды. Сендерге 1 минут берем. Одан кейін келесі сабақты бастаймыз. Шығыңдар. Не ғой? Сенен бір нәрсе сұрайын деп едік. Не боп қалды? Сенің есімің кім? Маңызды емес. Сұрайтыныңды сұра. Мұғалім рұқсат кетуім керек. Менің есімім Дана. Біз жаңадан келдік. Және де бұл мектепте жалпы сендердің мұғалімдерің өте қатал ма? Сен мұғалімге тіл тигізіп тұрсың. Жоқ, мен тіл тигізген жоқпын. Мен жай сұрап жатырмын. Біздің мұғалім қатал емес. Біздің мұғалім ең мықты. Мына қыз. Бұл қызық адам ғой өзі. Я, сендердің мұғалімдерің ең мықты. Ол сендердің де мұғалімдерің. Қанекей, біздің мұғалім ең мықты деп айтыңдар. Қазір сендердің мұғалімге айтамын. Жоқ, біздің мұғалім ең мықты. Я, солай. Не сұрайын деп едің, тез айт. Жалпы мен осы мектеп жайында сұрайын деп едім. Сен қанша жылдан бері осы мектепте оқып жатсың? Мен жыл санамаймын. Бұл мектеп ең мықты. Иә, бірақ та бұл мектеп туралы өте жаман пікірлер өте көп. Сол рас па? Сен не мектепке тіл тигізіп тұрсың ба? Ой, жоқ. Мына қызбен сөйлесу қиын сияқты. Сен мектепке тіл тигізіп тұрсың. Сол үшін қатаң жазаға тартыласың, ұқтың ба? Сен мектепке тіл тигізіп тұрсың. Мына қыздың есі дұрыс па өзі? Білмеймін ғой. Мұғалім, жаңағы оқушылар бұл мектепке тіл тигізді. Өте жаман пікірлер көп деді. Сізді қатал деп айтты. Немене? Бұлай айтқандары дұрыс емес. Бұлай айтқандары дұрыс емес. Біздің мұғалім ең мықты. Біздің мектеп ең мықты. Отырған орныңа. Олар мен өзім сөйлесем. Сөйтіп біз ол қыздан сұраған едік.
Ол сен мектепке тіл тигізіп тұрсын деп кетіп қалды. Қызық екен. Бәлкім олар бұл мектепті жақсы көретін шығар. Білмеймін, негізі бұл мектеп маған ұнап тұрған жоқ. Адамдары да өте біртүрлі. Сөздері де қызық.